Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы көмекші робот. Жаңа сөздермен таныс болайық. Таныстыру, шебер, шапшаң, күшті. Суретке қара. Сурет бойынша диалог құра. Дескриптор кестесі. Сурет бойынша диалог құрады 2 балл. Жаңа сөздерді қолданады 1 балл. Сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтайды 1 балл. Есте сақтайық. Мен. Егер сөз соңында а, ә, у, қысқа и, р, м, н, ың дыбыстары келетін болса, мін жалғаулар жалғанады. Анамын, мен әкемін, мен тәрбиелімін, мен ақылдымын. Егер сөз соңында з, ж дыбыстары кездесетін болса, бін жалғаулар жалғанады. Мен жұлдызбын, мен жауапсызбын, мен көңілсізбін. Егер сөз соңында в, б, г, д, п, с, т, п, ш, к, қ, ц, ч, х дыбыстар кездесетін болса, пін жалғаулар жалғанады. Мен роботпын, мен жігітпін, мен жомартпын, мен зерекпін. Есте сақтайық. 3-ші тапсырма. Дұрыс қосымшаны таңда. Тәрбиелі, ақылды, көңілсіз, жомарт, үміт, алмас сөздеріне мін, мін, пын, пін, бын, бін қосымшаларының дұрысын жалғап жазамыз. Дескриптор кестесі сөздерге қосымшаны дұрыс жалғайды 2 балл. Жазу сауаттылығын сақтайды 1 балл. Көп нүктенің орнына тиісті жалғауды қой. Өзің мысал ойлап жалғастыр. Мен күшті, мықты, ауыр затты көтере аламын. Мен ақылды, кітап оқи аламын. Мен еңбекқор, тиісті жалғауларды қоямыз. Үй жинай аламын, тамақ пісіре аламын. Дескриптор кестесі. Көп нүктенің орнына керекті жалғауларды қояды 1 балл, сөйлемдерді аударады 2 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.